Жалпы уақыт деген Алланың құзырында біздің дінімізде ең қасиетті ұғымдардың, қасиетті құндылықтардың бірі. Уақыт деген. Сондықтан Құранды қарап отыратын болсақ, Алла Тағала уақыттың соншалықты маңыздылығын, қасиеттілігін бізге білдіру үшін уақытпен Алла Тағала ант етеді. Уақытпен ант етеді. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, уәл аср. Уәл асри, аср деген не ол? Екі мағынада да уақыт. Аср деген кешкі уақытты айтамыз біз. Яғни екінтінің уақыты өзіміз білетін. Аср намазы деп содан қалыптасқан. Тағы екінші мағынасы бар, ол ғасыр деген мағынада. Бір ғасыр, екі ғасыр қазақтың. Аср деген сөзден ғасыр дегенде шыққан өзі. Екеуі де уақыт. Ол кешкі уақыт болса да уақыт, ғасыр болса да уақыт. Солай ғой. Неге ғұламалар айтады? Неге уақытпен? Себебі уақыт ең қасиетті, ең маңызды құндылықтардың бірі. Алла Тағала соны білдіргісі келіп отыр дейді. Уәш-шамси ва-духаха. Уәш-шамси. Шамс күн, ол да уақыт. Күн деген бізге уақытты білдіреді. Күн мысалы үшін біз күнге қарап намаздың уақыттарын білеміз. Яғни уақытқа тікелей қатысты күн деген дүние. Ай да солай. Айға қарап біз тағы уақытымызды белгілейміз. Күнге Алла Тағала серт береді. Аймен серт етеді. Кешкі уақыт асырмен серт етеді. Бұның барлығы уақыттың біз қадірін білуіміз керек. Ғұламалар айтады, соны бізге үйрету үшін Алла Тағала әрдайым уақыттың қасиетті құндылық, қасиетті ұғым екенін білдіру үшін әрдайым солай жасап отырады.